Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын маковый торттың рецебімен бөлісемін. Арнадан алыстамаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, 180 грамм қантымызды бөліп сала отырып, қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Жүз грамм електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, 25 грамм мак және де 100 грамм жүгері крахмалын салып, құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырамыз. Араластырып болғасын, жаңағы дайын болған сұйық массамыздың үстіне құрғақ қоспамызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз, түйіршік қалмайтындай етіп. Енді дайын болған массамыздың үстіне 170 грамм еріген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне қамырымыз дайын. Мендегі форма 20 сантиметрлік пергамент қағазын төсеп, қамырды формаға орналастырамыз. Әр коржды 170 градус қызып тұрған пеште 8-10 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге 200 грамм қойылатылған сүтіміз, 400 грамм 20% қаймағымыз және де 100 грамм қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайын. Енді біз тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болғасын, бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қалдырамыз. Міне тортымыз тоңазытқышта 5-6 сағат тұрып шықты. Кальцодан ажыратып, торттың бетін қаптауға кірісеміз. Торттың бетін вафельный крошкамен қаптап, қалауымызша әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді торттардың бірі. Сүйіспеншілікпен пісіріңіздер. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.